жасушаның олардың қызметі. Кітапты ашып 18 параграфты ашыңыздар. Сіздерді жаңа қоңырау уақытында жауап кестесін бердік та, мына генератор бойынша бөліп қойдық. 3 топқа балалардың атын жазып. Бірінші топ мембрана тобы, екінші топ цитоплазма тобы, ал үшінші топ бізде ядро тобы. Парақтарын тапсырып берем, әр топтан бір білім алушы толтырып отырсын. Яғни берілген тапсырмаларды белгілеп бал қойып отырасыздар. Нәтиже топтың атауы ең соңында мен сіздерді жаңа общий балдарыңызбен қорытындылап шығамын. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осы жасушаның барлық органоидтарының және олардың құрылысының қызметтерін түсіну. Жасуша деп отырғанымыз өзі жалпы жасуша деп отырғанымыздың өзі, яғни ең кіші бірлік деген сөз. Кез келген тірі ағзаларда оны көреміз, иә? Микроскоптың неше түрі бар? 2 түрі бар, иә? Қандай? Электронды микроскоп және жарық микроскоп, немесе оптикалық микроскоп деп атаймыз. Жарық микроскопы күн сәулесінің түсуі нәтижесінде қызмет атқарады, ал электронды деп отырғанымыз, яғни тоқтың түсуімен, күшімен, яғни айнаға жарық шағылса да, соның нәтижесінде заттық үстелдің үстіндегі зат бізге көрінеді деген сөз. Енді барлық ағзалар неден тұрады дедік? Жасушадан тұрады дедік, иә? Сол жасуша туралы кішігірім сіздерге видео көрсетейін, яғни. Оқиғасы туралы. Бір күні кішкентай Тамшыбек саяхатқа аттанды. Ол өзіне мен тіршіліктің ең терең сырын білгім келеді деді. Саяхаты оны көзге көрінбейтін ғажайып әлемге әкелді. Атын бақылап тұрамын деді. Тамшыбек жасуша әлемінің саяхат соңында Тамшыбек достарына: әр қайсымыздың денеміз осы мүше, белгілі бір қызмет атқаратын құрылым. Мүшелер жүйесі, бірыңғай қызмет атқаратын мүшелер. Яғни жасушадан тұрады, оның сабағы, тұқымы, гүлі, жемісі барлығы неден тұрады? Жасушадан тұрады. Одан кейін кез келген адам ағзасы неден тұрады? Бұл мүшелер әрбір мүше неден тұрады? Жасушадан тұрады, яғни өсімдіктер жасушасы деп аламыз, түсіндік, иә? Жасушаның ең негізгі 2 түрі бар. Біріншісі өсімдіктер жасушасы, екіншісі жануарлар жасушасы. Жасуша деп отырғанымыз, яғни көзге көрінбейтін ең кіші түрі болмасын, 3 ортақ қасиеті бар. Барлық жасушалардың жасуша мембранасы болады. Ол жасушаның ішкі бөлігі қоршаған ортасына мастамалар деп аталатын құрылымдарға қамтиды. Ядроның құрамында сонымен қатар ядрошақ болады. Бұл рибосомалы жасалатын құрылым. Сіздерге қозғалыс органоидтарын көрсетіп қойған. Бұл жерде көбінесе бір мембраналыларда ядро болмайды. Ядро қандай органоидтарда болады? Ядро көп жасушаларда, иә? 2 немесе одан да көп жасушалар неден тұрады? Ядродан тұрады, иә? Одан кейін мембранасыз органоидтарға центроль жатады және рибосомалар жатады. Олардың қызметі ең қарапайым. Так, енді сіздерге бірінші тапсырма. Жасушаны түсіндік па? Түсіндік, иә? Қазір мен сіздеріңізді тапсырмалар таратып беремін. Сіздер осы жерде жасуша органоидтарының бір мембраналық және мембранасыз және постмембраналық екендіктерін ажыратып белгілеп айтасыздар. Тере ме? Топ-топ бойынша. Бірінші міне. Біреуіңіз тұрып атап өтсеңіздер болады. Çok çok para kazanırsınız. Bizde birinchi ядро орналасқан, сосын митохондриялар,
Митохондриялар, мына қарау. Митохондриялар тегіс эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тор қайда орналасады? Мына қайда. Яғни ядроның шеткі бөліктерінде орналасады. Эндоплазмалық тор. Түйіршікті эндоплазмалық торлар, олар міне. Лизосомалар. Лизосомалар мына қайда. Кішкене. Сарыш түйіршікті. Жасушалық мембранасы затын қоршап тұратын еді. Сіздер ядрошықты ұмытып кеттіңіздер, одан кейін аппарат Гольжиді атамадыңыздар, одан кейін цитоплазманы атамадыңыздар. 3 минут, түсінікті ғой? Бізде плазмалық мембрана ол митохондрия дегеніміз лизосома бізде кішкентай бір тетік сезілді ол. Цитоплазма бізде ысықты қаптап тұрады ғой. Жоқ, цитоплазма дегеніміз жасушаның ішін толықтырып тұратын еді. Одан кейін эндоплазмалық тор бұл ядро қаптап тұрады және де оның цитоплазма қайда орналасқан көрсетіңіздер? Цитоплазма. Жасушаның ішін толықтырып тұратын сұйықтық деп айттық, иә? Ядро қайда орналасқан? ядро дегеніміз Органоидтардың аттары қате қойылған, міне мынандай. Сол органоидтарды тез табамыз. Көре ма? Мына жердегі мына тұрған таяқшаларды, яғни әр жасушаға дұрыс ретімен орналастырамыз. Түсінікті ма? Сіздерде өсімдіктер жасушасы. Қосымша жасушаны мына тұрған органоидтар бар ғой. Сол органоидтарды мына жаққа дұрыс дейін Рибосома деген Голжи деген мынау. Аппарат Голжи деген жақсы. Енді дұрыс атырек. Бірінші бізде ядрошық. Ядрошықтың ішіне не орналасады? ДНК қайда орналасады? Міне мынау ДНК. Мысалы өсімдік ДНК-сы немесе жануар ДНК-сы дейді. Мысалы бір өсімдік биыл қызыл гүл берсе, келесі жылы ақ гүл бермейді ғой. Солай ма? Тура сол қызыл гүлді береді. Яғни оның қызылдық белгісі қай жерде сақталады? Ядрошықтың ішінде неде сақталады? Мынау не? ДНК-да, яғни дезоксиризоза, нуклеин қышқылының ішінде не істеледі? Сақталады деген. Сосын ядро. Одан кейін вакуум. Рибосома. Вакуумдердің қате. Рибосома. Центриол. Цитоплазма. Эндоплазмалық торларымыз қате. Мынау міне эндоплазмалық тор. Гольжи. Дұрыс. Лизосома. Дұрыс. Митохондрия. Трубочка. Жасушаның сыртқы қабатын не қаптайды? Жасушалық мембрана. Жасушалық мембрана, иә? Екі сұрақтарыңыз қате. Белгілеріңіздер. 70 тапай. 80. Соңғы қалғанын тыңдаймыз. Цитоплазма, мембрана и митохондрия. Митохондрияларымыз қате. Вакуольдарымыз қате. Міне мынау вакуоль. Аппарат Гольжиларымыз дұрыс. Мынау аппарат Гольжи емес. түйіршікті қабықшаны қаптап тұрады және де керек заттарды сүзіп өте керек заттар болады. Гольжи нашықта тұру керек болсын. Ну, аппарат Гольжи дұрыс. Иә. Жаңа өсімдікке жасыл түс береді. Міне мына хлоропластымыз сіздің мына жерде болуы. Мембрана ядролар көбінесе жатыршылықты және де сары түсті келеді. Болды ма? Вакуоль. Вакуоль. Мынау тұрған көк міне вакуоль. 3 қате. Ал мына тұрған не? Бұл яғни мынау. Значит, сіздерде де 2 қате 80 балл. Кетеміз.
Осы жерде сіздерге жасушалық жағдаяттық тапсырма берілген. Сол жағдаяттық тапсырманы орындаймыз. Барлығыңыз тек оқыңыздар тапсырманы. 2 минутта оқып шығыңыздар. Жауап береді. Қай топ дайын? Альцгеймер ауруына шалдыққан. Соның нәтижесінде осы Арманбек өзінің кішігірім зерттеу жұмысын бастайды. Сол зерттеу жұмысында бірден келе зерттей келе ол жасушаның клеткада, яғни жасушада әртүрлі өзгешеліктер пайда болатындығын анықтайды. Сол қай жасушада екендігін анықтайды. Яғни бірінші сұрақ, Альцгеймер ауруы қанша жастағы адамдарда жиірек кездеседі? Сол көтеп жауап берейік. 95 жаста органоидының бұзылуынан пайда болады. Мына тұрған қай органоид? Жоқ. Жоқ. Митохондрия. Митохондрия, митохондрияның қызметі қандай? Энергия. Эндоплазмалық қор, иә? Мынау? Эндоплазмалық түтік. Golgi жиынтығы, мынау? Рибосома. Осы пазларды органоидтар бойынша құрауымыз керек. Пазлдың не екенін білесіздер ғой, иә? Қазір мынаны сіздерге мен шатастырып беремін. Осы жердегі пазлдарды тез құраймыз да органоидтың суретін, атауын және оның қызметін табуымыз керек. Орталығынан синтроль айнала қоршап жататын көпіршік күшке тарайтын жасушаларда заттардың тасымалдауына қажетсіз соңғы өнімдердің жасалудан алуына ядроның ең негізгі қызметі зат алмасу және энергия алмасу жасушаның тіршілігінің процесін реттейді. Аналитикадағы алғыздар алмасуын реттеп арқылы күн қуалаушылық қасиеттерді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін жасушаның негізгі бөлігі. Цитоплазмада бос күйінде жарғанша эпотек бекінген күйінде болатын нәруызды дөңек тәрізді өте ұсақ органоид. Ол нәруыз синтезіне қатысады. Эндоплазмалық тордың неше түрі бар? 2 түрі бар. Тегіс және түйіршікті. Келесі оқу бар. Мен тығыз байланысқан түзікшелермен торлап жататын екі жарғақсыз түзіліс. Сыртқы жарғақшаларға рибосомалар бекінсе, түйіршікті эпота бекінсе, тегіс жарғақшалы эпота дейді. Рибосомалар екі жарғақсыз. неге бекінеді? Эндоплазмалық Сырттан екі қабаты жарақша қаптайды, сыртқы жарақшасы тегіс, ішкі жарақшасы қатпарлы болады. Митохондриялар май қышқылдарының синтезіліп, жасушалар энергиямен қамтамасыз ететін энергия жинақтаушы құрылым. Пластиктарда қозмембраналық құрылысы бар. Бұны үйден орындап келіңіздер, жарай ма? Қазір уақыт тығыз үлгермейміз мына Оның келесі сабаққа үй тапсырмасы сияқты сұраймыз. Бұл жерде сіздерге жасуша органоидтары деген тақырып болды, иә? Енді осы тақырыбымызды қорытындылай келе сіздерге топ-топпен тапсырма берейін деп тұрмын. Бірінші топ, мынау сіздердің тапсырмаларыңыз тыңдаймыз, орындаймыз. Атап отырамыз, тек қана қол көтеріп. Сіздер шылауы бар. Қандай? 3 қалпы. 3 түрі бар, иә? Қандай? Өте дұрыс. Одан кейін сұрақ, үшінші сұрақ. Цитоплазманың қызметі қандай? Өте дұрыс. Жануарлар жасушасы мен өсімдіктер жасушасының айырмашылығы бар ма? Бар. Өте дұрыс. Екі мембраналы органоидтарды атаңдар дейді. Қате?
Қатысушы орталығы. Бағалап қарағым, бағалап жіберейік. Сіздер үшінші топ, бағалап қарағым. Так, мына жерде мембрана тобы, ядро тобы ең көп балл жинапты, яғни орташа есебін жақтаймыз. Түсінікті ма? Және жаңа қосымша тапсырма берді ғой, үш топқа бөліп. Қайда жаңа қалды? Соны міндетті түрде толтырып келіңіздер, жарай ма? Мына жерде эндоплазмалық тор, вакуум лизосома, рибосома, барлық органоидтар жазылған. Сол органоидтардың құрылысы, қызметі және орналасқан аймағын, жарай ма? Келесі сабақта мына жерде суретті тыңдаймыз, жаттап алыңыздар. Сурет бойынша қай органоид қай бөлікте орналасқан соны көрсетесіз. Жасаған болатынмын. Яғни бүгінгі сабаққа атсалысқандарыңызға рахмет.